Баршаңызға сәлем. Мен бүгін өте оңай дайындалатын, тек қана 2 өнімнен жасалынатын салаттың рецептімен бөлісемін. Бұл салат өте пайдалы әрі дәмді. Ең бірінші қажетті өнімді дайындап алдым. Менде үйде адам аз болғаннан кейін маған 350 грамм қырыққабатпен орташа мөлшердегі сәбіз жарайды. Егер үйіңізде адам көп болса, қалауыңыз бойынша одан молырақ турасаңыздар болады. Алдымен қырыққабатты жіңішке қылып ұсақтап турап аламын. Келесі сәбізді үккіштен өткіземін. Қалауыңызша тұз салып, жақсылап қолымызбен суы шыққанша араластырамыз. Келесі енді майонез салып араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. 2 өнімнен оңай дайындалатын әрі пайдалы салатты сіздер де жасап көріңіздер.